Бүгін біз сіздермен сүзбелі печеньенің рецептімен бөлісетін боламыз. Ең алдымен сүзбемізге жұмыртқамызды қосып, жақсылап блендермен езіп шығамыз. Блендермен езіп болдық. Енді оның үстіне ас содасы мен ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Осындай қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Енді оны тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Тоңазытқыштан алып, оны екіге бөліп, әрбір бөлігін жұқалап жайып шығамыз. Бір жайып болдық. Енді оның бетіне бөлме температурасында сары майды жағып, қант ұнтағын сеуіп, рулет сияқты ораймыз. Сосын оларды осындай орташа бөліктерге бөліп шығамыз. Дайын болғаннан кейін оны пергамент қағазына салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-30 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің печеньеміз дайын. Егер видеоны ұнаса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!